контент жасау ол оңай болып көрінеді, бірақ шын мәнінде қандай? Оны қазір сізге айтып беретін боламын, соңына дейін қараңыз. Контент жасау кейбіреулер үшін оңай болып көрінеді. Яғни камераны аласыз, өзіңіз түсіресіз, саласыз. Бірақ оның артында қаншалықты қиындық жатқанын білесіз бе? Яғни ол қиындық қандай қиындық? Яғни контент жасау үшін алдымен сізге идея керек. Идея ол былай шыға салатын нәрсе емес. Оның үстіне сіз ататын контент жасағыңыз келетін болса, тем более сіз зерттеуіңіз керек. Контент саласын зерттеуіңіз керек. Яғни қандай идеялар атып жатыр, қандай идеялар мен ұнатам, және менің көрермендерім ұнатады. Яғни ортақ тақырып тауып алуыңыз керек. Ол бірінші. Екінші, сіз видеоны түсіре алуыңыз керек. Ол мен қалай түсіру керек екенін білу керек деп жатқан жоқ. Жай ғана түсіре алу. Яғни ол былай. Адамдар қарапайым камераға қарап сөйлей алмайды. Себебі оларда қорқыныш бар, сол қорқынышты жеңу керек алдымен. Сол үшін сіздерде осындай қиындықтар болуы мүмкін. Мен ондай қиындықтардан өткердім, және оларды жеңе білдім. Және келесі қиындықтардың бірі ол монтаж. Яғни сіз түсірдіңіз, яғни түсіре аласыз, түсірдіңіз, мақұл. Енді монтаждау мәселесі. Мен кезінде 6 сағатқа дейін монтаждайтын бір видеоны. Ол 12 просмотр жинайтын. 12, 15, 20 ары кетсе. Мен сол үшін 6 сағат монтаждайтын. Ал қазір енді бәрі оптималды болды ғой. Өйткені мен контент жасай отырып, мен тәжірибе алдым, және қалай оңай монтаж жасауды үйрендім. Сол арқылы мен қазіргі уақытта монтажға жарты сағат примерно жіберетін шығармын. Ал видео түсіру менің бірінші кадрымнан ақ болады. Себебі мен қазір еркін сөйлей алам, және қатесіз, яғни барынша қатесіз сөйлей алам. Сол арқылы мен бірінші кадрдан ақ мен видеоны сала алам. Мысалға сіз алғашында бір видеоны түсіру үшін 10-20 кадр түсіруіңіз мүмкін. Ол қалыпты жағдай, өйткені сізге үйренісу керек. Камераға үйренісу керек. Ал сізде тәжірибе болатын болса, ол тіпті бір кадрдан болуы мүмкін. Сол үшін видео монтаждау және түсіру ол бөлек бір қиындықтардың бірі. Жақсы. Ары қарай сіз видеоны монтаждадыңыз, оны салдыңыз. Салудың өзі бір қиындық. Себебі сіз салу кезінде дұрыс тақырып қоя алуыңыз керек. Яғни сізде тақырып онша емес болса, сіздің видеоңыз қанша мықты түсірілсе де, мықты монтаждалса да, ол адамдарға ұнамайды, және көп қаралым жинамайды соның кесірінен. Сол үшін дұрыс салу да керек. Яғни дұрыс хэштегтер, кілт сөздер қолдану керек деген сияқты өзінің фишкалары бар. Сол фишкаларды қолданбасаңыз, сіздің контентіңіз өтпей қалуы мүмкін. Яғни қаншама еңбегіңіз зая кетеді. Жарайды, оны да түсіндік, оны өткізіп. Тағы да бір қиындық бар, ол сіздің нәтиже күту қиындығы. Яғни сіз видеоны салдыңыз, бәрі күшті болды, бірақ ол алгоритмға қалай әсер етеді? Сіз видеоны салдыңыз, ол онша емес просмотр жинап қалды, сіз мұңайдыңыз, сосын тастап кеттіңіз. Көп блогерлер осылай тастап кетеді. Бірақ қазіргі сіз көретін блогерлер ондай нәрсені істемейді. Олар бүйтеді. Видеоны салады, келесін түсіруді бастап кетеді. Өйткені олар не істейді? Бұл видео платформаның алгоритміне үйренісу керек. Ол дәл қазір миллион просмотр жинамаса да, бір күні миллион просмотр жинауы мүмкін. Немесе бірінші видео емес, 9-10 видео миллион просмотр жинауы мүмкін. Миллион емес, мүмкін миллиард просмотр жинауы мүмкін деген сияқты. Миллион емес, 100 мың деген сияқты темалар бар. Оны уақыт өте келе түсінесіз. Ал жаңағы контент жасауды тоқтатып қоймау үшін адамдар аз ғана, яғни күніне бір рет немесе аптасына бір рет жай ғана просмотрды, яғни аналитиканы тексеру арқылы өздерінің дағдыларын қалыптастырады. Яғни аптасына бір рет салам, сосын аптасына бір рет қана қараймын. Яғни статистиканы қараймын. Сол арқылы олар контент жасауды тастап кетпеуге тырысады. Сол арқылы сіз осындай қиындықтарды жеңе аласыз. Егер бұл видео пайдалы болса, видеоны сақтап қойыңыз және лайк басып қойыңыз. Сау саламатта болыңыз.